Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өзімді таныстырып өтейін. Мен атым Гүлім. Және мен өзім дәрігер педиатр болып табыламын. Сондықтан осы тақырыпты қозғап отырмын. Негізі ана болу әйелдің ең осы өмірге келгенде ең бірінші мақсаты десек те болады, міндеті десек те болады. Сондықтан ана болу және де баланы туғаннан кейін бір жасқа дейінгі кездегі мәселелерді мен 10 пунктке, 10 бөлімге бөлдім. 5-6 айдан бастап тамақ енгіземіз. Ол балаларда мен ең көп сұрақтардың бізді не енгізу керек, қалай енгізу керек деп. Мен сіздерге айтарым, бірінші енгізетін 5-6 айға дейін енгізу ең оптимальный протоколдар бойынша солай жазылған. Бірінші, біз егер бала іші өткіш, салмағы аз бала болса, ол кезде біз бірінші кашалардан бастаймыз. Қандай кашалар? Монокомпонентный деген. Ол не дегеніміз? Бір компоненттен тұратын. Ол гречка болуы мүмкін, ол күріш болуы мүмкін, ол тағы да басқа болуы мүмкін. Бірақ ешқандай қоспаларсыз, жаңа клубника, құлпынай, малина қосылған деген ондай емес. Тек қана бір компоненттен береміз. Бір қасық, содан кейін көреміз. Балада бар ма жаңағы реакциялар? Немесе аллергия, бала жақсы қорытты ма, қалай береміз? Кішкентай шай қасығын бір рет береміз. Бірінші күні сонымен болды. Одан кейін баланы қараймыз. Екінші күні екі шай қасық, үшінші күні 3 шай қасық, сонымен жаймен көбейтеміз. Және 100 граммға дейін көбейтеміз. Содан кейін күнде солай беріп жүреміз. Егер бала салмағы көп болса, перевес болса, немесе іші қататын балалар көбінесе болса, ол кезде біз бірінші тағамды пюрелерден бастаймыз. Қандай пюре? Алманың пюресі болуы мүмкін, бананның пюресі, брокколи болса да болады. Көбінесе алмадан бастамауға негізі мен сұраймын, өйткені брокколи оларды жемей қояды ертең. Алма тәтті ғой, банан тәтті ғой. Көбінесе брокколи, жаңағыда басқа овощтардан бастасаңыздар, сіздер бала қантқа үйренбейді, сондықтан оларды ертең жеп жүре беретін болады. Олар ондай балаларда болады. Және де онда дәл солай бастаймыз, бір қасықтап жаймен бастаймыз. Содан кейін жаймен деп кашанды қосамыз, араластырамыз тамақты. 8 айға келгесін етті де беруге болады. Етті қалай береміз? Ұнтақтап балаға жаймен деп қана сорпасымен араластырып жаймен деп береміз. Жаңағы мен көріп жатқан жағдайлар болады. Кейбір кезде балаларда өздерінің жеп отқан тамағын аузымен шайнап беріп атады. Олай жасамаңыздар. Олай жасаудың қажеті жоқ. Сіздің аузыңызда, сіз 30-ға келген адамсыз, 30 жыл бойынша сіздің аузыңызда кариес та бар, неше түрлі микробтар да бар. Өзіңіздің өмір бойы алып келген микробтарыңыз. Кішкентай аузы тап-таза стерильный баланың аузына өзіңіздің кариесіңізді берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қолмен вилка бар, немесе блендерлар болып жатыр қазір, немесе дайын тамақтар бар, сонымен ақ берсеңіздер де болады. Олай жасамаңыздар, өтініш. Және де баланың отыруы туралы сұрайды менде көбінесе мамалары, қашан отыруыңызға болады деп. Негізі балаңыз кейбіреулер 4 айдан бастап жастыққа отырғызып қояды, ол дұрыс емес. Олай жасамаңыздар, өйткені баланың омыртқасы әлі дамымаған, сүйектері дамымаған. Сондықтан баланың алдын ала отырғызудың қажеті жоқ. Қашан отырғызу керек? Бала өзі отырады. Не отырдым деп. Ол 5 айда болуы мүмкін. Ол 6 айда болуы мүмкін, ол 8 айда болуы мүмкін. Бала қашан өзінің омыртқасын алып отырады, ешқандай сүйкенбей, сол кезде отырғызыңыздар. Баланы 4 айдан бастап, немесе 5 айдан бастап, полулежа дейді, жартылай былай баланың омыртқасы болса, жаңағы колясканы немесе жастықта қойып, баланы қарап жататындай қылып, солай жатқызуға болады. Бірақ тікелей отырғызып қоюға болмайды.
Және де ходунок туралы менде көп сұрақтар. Ходунокта мен 4 айдан бастап, 5 айдан бастап қойып қоятындарды көргем. Ол өте дұрыс емес. Өйткені ол ертең проблемаға айналып келеді, ертең дисплазия дейді, неше түрлі шығарып алады өздері, және де омыртқасының неге қисық, сколиоз деп алып келеді. Өйткені сіздер омыртқасы дұрыс дамымаған, аяғы дұрыс дамымаған баланы ерте тұрғызып қойғансыздар. 1 сағаттап, 2 сағаттап жүреді, бала мамасы бірдеме жасап жүреді, сол кезде өзі уақытын білмейді, сонымен 2-3 сағат бала жүреді. 5-6 айлық бала оған дайын емес әлі. Бала қашан ходунокқа отырғызуға болады? Ходунок деген жақсы нәрсе, мамасы тез-тез тамақ жасап алғанда бала өзі шамалы жүре тұрады. Оған да мен келісем. Егер бала сіз еңбектейтін бала болса, еңбектейтін отырғызыңыздар. 9 айдан бастап отырғызуға болады. 9 айда бала жақсы еңбектейді ғой былай. Аяғын еңбектеу деген ең жақсы нәрсе. Ходунокта бала еңбектемейді. Еңбектеген баланың ертең омыртқасы да жақсы болады, аяқ қолы да түзу болады. Сондықтан баланы еңбектетіңіздер. Ходунокқа көп отырғызбаңыздар. Еңбектеу деген жаттығу ол балаға. Сондықтан оны да ұмытпаңыздар. Мен сіздерге негізі мен өз балаларымды ешқандай ходунокқа отырғызбаған. Ол өздері еңбектеп, өздері жүріп кеткен. Мен оған қарсымын деп айтқым келмейді, бірақ солай жасаңыздар 9 айдан хотя бы. Және де сосын 9 айдан кейін бала жүреді. Құттықтаймын, балаңыз жүрді. 1 жасында көбінесе бала кейбір кезде күшті балалар 10 айында да жүріп кетеді. Ол вообще керемет. Соған айтқым келеді, 10 айында, кешіріңіздер, 1 айында жүрді бала. Бала негізі 1 жасынан 1 жас 4 айға дейін жүру керек. Жақсы жағдайда. Егер сіздердің балаңыз 1 жас 5 ай болды, жүрмесе, невропатолог немесе хирургқа барып көріңіздер. Кейбір балаларда мінездері сондай жайбасар бала, момын бала, салмақты бала болса, ондайда болуы мүмкін. Сіздер уайымдамаңыздар, егер сіздің балаңыз 1 жас 2 айында жүрмеді десе, мен балам жүрген жоқ, неше түрлі специалистерге барып, оны көрсетіп, рентген жасатып, бәрін жасамаңыздар. Шамалы күтіңіздер. Егер сіздер көріп тұрсаңыз, 1 жас 4 айдан асты баланың ешқандай оған қимылдары жоқ, бала стенамен, бала қабырғамен жүрмейді, өзі тұрып, бір жерде тұрып жүргісі келетін әрекеттер жасамайтын болса, міндетті түрде басқа педиатрға бару керек, немесе басқа врачтарға бару керек. Дұрыс ол. Және де 1 жасында прививка болады балада, ол ККП деп айтылады, және де пневмонияға қарсы, кор-краснуха паротит және пневмонияға қарсы прививкалар жасалады. Оны міндетті түрде алыңыздар, өйткені сіздер ертең балабақшаға барған кезде бұл аурулармен ауырып қалуыңыз мүмкін. Өте жеңіл прививкалар, сол үшін алыңыздар. Және ұмытып кеттім айтуға, 2-ші, 3-ші, 4-ші айында да прививкалар бар. Ол АКДС деген прививка. Кор, дифтерия, столбняк деген ауруларға, коклюш, айтуға ұмытып кеттім, 4 айында сіздерде прививка болады. Коклюш, дифтерия, столбняк деген ауруларға болады. Осы прививканы алу керек, негізі барлығы. Әртүрлі бала әртүрлі қабылдайды, көбінесе асқынусы жақсы өтеді. Мен айтарым сол, сіздерге балаларыңыз ауырмасын, балаларыңыз сау болсын, балаларыңыз сіздерді қуанта берсін. Сіздерге мен каналыма жазылыңыздар. Әлі балалар туралы көптеген тақырыптар болады. Мен педиатрмын, сондықтан сол тақырыптарға роликтер жасаймын. Сау болыңыздар.